Қайырлы күн, достар! Эфирде қазақ тілін үйрететін қазақша сөйлесейік бағдарламасының 5-ші шығарылымы. Бүгінгі сабағымызда қоғамдық орында, сауда үйлерінде, дүкендерде қолданылатын жаңа сөздер мен сөз орамдарымен таныс боламыз. Сонымен қатар сан есімдерді өтіп, төл дыбыстарды қайталаймыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Сатушы, сатып алушы, сөре, сапа, дана, жеңілдік, төлем, қызмет, тоңазытқыш, түбіртек, қап, қорап, келі, грамм, дана, литр, жарты, бөтелке, банк картасы. Саудаңызға рахмет. Көмектесе аласыз ба? Қай жерде тұрады? Жаңа сөздермен таныс болсақ, бірінші тапсырманы орындайық. Сатушы, сатып алушы, жеңілдік, тоңазытқыш, банк картасы, түбіртек, қап, қорап, келі, грамм, дана, литр, жарты, бөтелке. Жарайсыздар, достар. Сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін білдіретін сөз табы. Ол қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 5 кітап. Неше кітап? 5 кітап. Екінші орын. Нешінші орын? Екінші орын. Сан есімдер жай және күрделі болып екіге бөлінеді. Жай сан есімдер бір ғана сөзден тұрады. Мысалы, 10, 1, 2. Ал күрделі сан есімдер 2 немесе одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, 12, 150. Ережемен таныс болсақ, сан есімдерге байланысты тапсырма орындайық. Мен супермаркеттен 5 сүт сатып алдым. Біз дүкеннен 15 дана жұмыртқа алдық. Ағам маған 3 дана шырын сатып алды. Әжем бүгін базардан 5 келі алма алды. Анам 2 қорап шай сатып алды. Енді, достар, тапсырманың дұрыстығын тексерейік. Мен супермаркеттен 5 сүт сатып алдым. Біз дүкеннен 15 дана жұмыртқа алдық. Ағам маған 3 дана шырын сатып алды. Әжем бүгін базардан 5 келі алма алды. Анам 2 қорап шай сатып алды. Жарайсыздар, достар.
Енді диалогқа назар аударайық. Сәлеметсіз бе? Көмектесе аласыз ба? Сәлеметсіз бе, айта беріңіз. Сүт қай жерде тұр? Сүт тоңазытқышта сөренің оң жағында тұр. Рахмет. Сіздерде банк картасымен төлеуге болады ма? Әрине, банк картасымен төлеуге болады. Қызметіңізге рахмет. Сау болыңыз. Енді диалог бойынша тапсырма орындайық. Төл дыбыстарды дұрыс орналастырыңыз. Сәлеметсіз бе? Көмектесе аласыз ба? Сәлеметсіз бе? Әрине, айта беріңіз. Сүт қай жерде тұрады? Сүт тоңазытқышта, сөренің оң жағында. Жарайсыздар достар, тамаша. Бүгінгі сабағымызда өткен жаңа сөздерді қайталап шығайық. Сатушы, сатып алушы, сөре, сапа, дана, жеңілдік, төлем, қызмет, тоңазытқыш, түбіртек, қап, қорап, келі, грамм, дана, литр, жарты, бөтелке, банк картасы. Саудаңызға рахмет. Көмектесе аласыз ба? Қай жерде тұрады? Бүгінгі сабағымызда қоғамдық орында, сауда үйлерінде, дүкенде қолданылатын жаңа сөздер мен сөз орамдарын үйрендік. Сонымен қатар қазақ тіліндегі сан есімдерін өттік. Және төл дыбыстарды қайталадық. Жаңа сөздерді қайталап, жаттығыңыздар. Сау болыңыздар.